Қайырлы күн. Бүгін біз Мускор бағдарламасымен жұмыс жасаймыз. Мускор бағдарламасын ашамыз. Ашылған сәтте осындай шығады. Оны жауып тастаймыз да создать партитураны басамыз. Создать партитураның ішінде осындай окно шығады. Ішінен біз өзімізге керек инструменттерді таңдаймыз. Мысалы, мен фортепиано таңдадым және флейта аспабын таңдадым. Стрелкаларға қостық. Оркестр емес, пользовательскийға қоямыз. Ары қарай продолжитті басып, өлшемін ауыстырамыз. Егер сізге 2-4 керек болса, 2-ге ауыстырасыздар. Осы жерде скоростьті ауыстырсаңыздар болады. Яғни нотаны теріп болғаннан кейін бұл сіз музыканы тыңдаған кездегі жылдамдық. Осыдан кейін шығарманың атауын жазасыздар және композиторды жазсаңыздар болады. Мускордың бір жақсы жері қазақша шрифттарды қолдануға болады. Осының барлығын жазып болғаннан кейін готово батырмасын басамыз. Сол жақтарыңызда панель шықты, сіздерге көрсетіп жатырмыз. Динамика қоюға болады, штрихтар. Панель символовтың қасында расстановка деген бар. Яғни сіздер, мысалы, флейта астыңғы жақта тұр ғой. Флейтаны басып, стрелканы бассаңыздар, жоғарыға көтеріледі. Яғни аспаптардың орнын ауыстыруға болады деген сөз. Белочау атауының астында подзаголовок деген тұр, соны отмечать етеміз да, delete кнопкасын бассаңыздар, удалить етіледі. Яғни жойылып кетеді. Жоғары жақта көрсеңіздер, міне 8-дік нота, жартылық нота деген сияқты инструменттер бізге керек батырмалар тұр. Соның ішінен біз 8-дікті алып, нота желісінің сызықтарына міне ноталарды қойып шығамыз. Әр нотаны сіз жеке-жеке теретін боласыз. Сондықтан асықпай теріңіздер. Осы жерде бізде 2 нота қатарынан келетін болса, бірінің астына бірін қойсаңыздар, 2 нотаны бірден қоюға болады. Егер бір тактыңыз қайталанып жатса, сол тактына отметка жасап, мышканың оң жағын басып, копировать, келесі тактіге вставить деп қойсаңыздар болады. Осы жерде егер сізге пауза керек болатын болса, 8 нотаны басып, пауза деген бар. Паузаның белгісін бассаңыз, сізге нота емес пауза шығады. Көрдіңіз ба? Кейін қайттан сол кнопканы басып, сол батырманы басып, қайтадан нота жазсаңыз болады. Осы жерден мен сіздерге динамика қоюды көрсеткім келіп тұр. Динамика дегенді батырманы басасыздар. Осы жерде қандай динамика керек? Сол нотаның тұсына апарып қоясыздар. Видеода көрсетілгендей. Сол жерден ауыстыруларыңызға да болады, меццо-пиано деген сияқты. Енді динамика қойып болған соң, лига көрсеткім келіп тұр. Штрихи деген батырманы бассаңыздар, ішінде штрихтардың неше түрлісі шығады. Сол жерден лиганы таңдап аласыздар. Қай нотадан қай нотаға бару керек, осылай қойып шығасыздар. Және оны көтеруге болады, созуға болады. Тура жаңағы ноталарды копировать, вставить деп қойдыңыздар ғой. Бұны да солай копировать, вставить деп қойсаңыздар да болады.
шығарманы толықтай теріп болған соң терілген нотаны бір тыңдап шықсаңыз болады. Мелодияның ортасында мысалы сізге бір так қалып кеткен жағдайда болса, так керек болса, сол тактыке апарып, мышканы апарып қоясыз да, жоғары жақта добавить батырмасын басып, такты дегенді басасыз. Сол жерде сізде в конце, в начале деген нелер бар, подпункттар бар. Өзіңізге керегін таңдап, осылай тактыны қосасыздар. Енді партия деген нәрсені көрсеткім келіп тұр. Жоғары жақта байқасаңыздар, партия деп тұрады. Бұл жерде тек қана флейтаның партиясын ғана бөлек шығарып алсаңыз болады. Жеке болмаса, фортепианоның партиясын жеке шығарып алсаңыздар болады. Мысалы, сіз флейтистке өз партиясын беретін болсаңыз, партия дегенді басып флейтаны таңдайсыз. Міне осылай әр партияны жеке тыңдасаңыз да болады, және шығарып алсаңыздар да болады. Барлық нотаны жазып болғаннан кейін, жоғары жақта файл дегенді басасыздар, экспортировать дегенді басасыздар. Сол жерде файл PDF қып шығарып алсаңыздар да болады, MP3 қып та шығарып алсаңыздар болады. Осы жерде мен PDF файл қып шығарып алдым. Экспортировать басқаннан кейін, қай файлға сақтағыңыз келеді, сол файл таңдап, сақтау батырмасын басасыз. Енді сіздерге MP3 вариантты экспортировать етіп көрсеткім келіп тұр. Назар аударғандарыңызға көп рахмет.